Рухани келісім күнін мерекелеу әртүрлі этникалық топтарды діни нанымдар, мәдени құндылықтар мен толерантлық идеялар төңірегін біріктіруге бағытталған. Кездесуге 11 түрлі діни конфессиялардың өкілдері, сондай-ақ этномәдени бірлестіктердің басшылары қатысты. Іс-шара қоғамдағы конфессияаралық диалог пен өзара түсіністікті нығайтуға бағытталған маңызды қадам атанды. Жиынды Солтүстік Қазақстан облысы дін істері басқармасы мен Петропавл әкімдігінің ішкі саясат бөлімі ұйымдастырған. Всех хотелось бы поздравить с днем. Баршаңызды рухани келісім күнімен құттықтағым келеді. Бұл күн біздің дінімізге қарамастан өзара түсіністіктің, бір-бірімізге құрмет көрсетудің маңыздылығын тағы да еске салады. Әсіресе біздің қазіргі әлемде алуан түрлілігімізде рухани келісім мен үйлесімділік маңызды рөл атқарады. Бұл біздің бейбіт өміріміздің негізін қалаушы факторлар. Қазақстан мұсылмандарының діни басқармасы және оның жергілікті өкілдіктері отбасылық құндылықтарды, мәдени дәстүрлер мен нормаларды ілгерілетуде маңызды рөл атқарады. Олар қайырымдылық шараларын белсенді түрде ұйымдастырады, діни төзімділік, өзара құрмет және мұқтаж адамдарға қолдау көрсету принциптерін айқын көрсетеді. Мұндай үлес қоғамның моральдық негізін нығайтып қана қоймайды, сонымен қатар халықтың әртүрлі топтар арасында сенім мен өзара келісімді құруға ықпал етеді. Жалпы шариғат ислам дінінің өзін қарап отырсақ, басқа дін өкілдеріне өте бір сондай бір мейірімділік пен достық сезіммен қарым-қатынас жасауды үндейді. Өйткені Құран кәрімде айтады, біз сендерді ұлттарға, ұлыстарға бөлдік, бір-бірлерін танысу үшін дейді, араласу үшін. Қазіргі кезде осы еліміздің өркендеуіне барша ұлттар бірге атсалысып жатырмыз, осы еліміздің болашағын құру жолында. Осы бір бірлігімізді Алла тағала айырмасын, әрдайым осындай бірлікте, ынтымақта, өзара кешірімділікте, мейірімділікте өмір сүру керекпіз. Петропавл және Булаев епархиясының архиепископы Владимир өзара бірлік әртүрлі қауымдастықтар арасындағы толеранттылықты, түсіністік пен ынтымақтастықты нығайтуға ықпал ететінін атап өтті. Мы в течение стольких лет Біз көптеген жылдар бойы ислам, католизм, православие және басқа да діндердің барлық өкілдері әрқашан достық қарым-қатынастамыз. Бір мақсат үшін бірлікте боламыз. Бұл отанымыздың игілігі үшін және біздің Қазақстанды мекендейтін адамдардың игілігі үшін қызмет етеміз. Бұл бүгінгі күннің маңыздылығы болып табылады. Іс-шарада діни бірлестіктердің өкілдерін аймақтағы конфессияаралық қатынастарды дамытуға қосқан елеулі үлесі үшін Солтүстік Қазақстан облысы әкімінің атынан алғыс хаттар табысталды. Дана Асылханқызы, Қазбек Арықбаев, Первый Северный телеарнасы.